Сәлем достар! Бүгін біз қазақ алфавитінің Қ әрпін үйренетін боламыз. Бізге көмекке Рой Сәлем достар. және Хейли келіп отыр. Сәлем балақайлар! Ал енді Қ дыбысынан басталатын сөздер айтып кішкене шынығып алайық. Ал кеттік. Қ. Қаз. Қ. Қасық. Қ. Қасқыр. Қ. Қой. Қ. Қызыл. Жарайсыңдар. Ал енді сендерге тапсырма. Қ дыбысынан басталатын сөздер тауып, оларды буынға дұрыс бөлу керексіңдер. Ал кеттік. Қарға. Қарға деп екі буынға бөлдім. Дұрыс. Екі дауысты дыбыс болғандықтан екі буын болады. Дұрыс. Қыз. Қыз. Бір буынды сөз. Қарбыз. Бұл сөзді қарбыз деп екі дауысты дыбыс болғандықтан екі буынға бөлдім. Қоян. Қоян деп екі буынға бөлдік. Қошақан. Қошақан деп үш буынға бөлдім. Қарлығаш. Қарлығаш деп үш буынға бөлдік. Себебі үш дауысты дыбыс бар. Жарайсыңдар. Қалам. Қалам. Екі буын. Қыз. Қыз. Бір буынды сөз. Бәрекелді. Ал көрермен достар, сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болатын есте сақтаңдар. Және Қ дыбысынан басталатын сөздерді қайталап жүріңіздер. Біз сіздерге келесі кездескенше сау болыңдар дейміз. Сау болыңдар.